Бұл бала шайтанның аңызға айналған ұлы. Ол тек 4 саусақпен ғана туған. Оны асырап алғандардың барлығы тез байып кеткен. Бірақ 7-ші күні асырап алушы ата-аналар кенеттен қайғылы оқиғадан қаза табатын. Ол ерлі зайыпты 3 ай бойы жалдау ақысын төлемеген. Үмітін үзген олар балалар үйіне келеді. Олар шайтанның ұлы деп аталатын баланы асырап алуға тәуекел етеді. Директор олардың ниетін жақсы түсінді. Ол балаға деген шынайы махаббат қана байлық әкелетінін айтады. Баланы үйге алып келген соң Гүлжан оған барлық жақсыны беруге тырысады. Түн ортасында ерлі зайыптылар болашақ бай өмірді армандап елестетіп жатады. Кенет Мейрамбектің жанынан ақша толы бума пайда болды. Олар мұның бәрі балаға байланысты екенін түсінді. Келесі күні Мейрамбек ерте тұрып ойыншықтар сатып алып балаға сыйлады. Гүлжан болса баланы өзімен бірге қоқыс алаңына алып кетеді. Бір күнді бірге өткізіп, олардың арасындағы ара қатынас өте жақсы бола бастады. Бірақ күйеуі бұған риза болмады. Олар бастапқыда балаға эмоциялық түрде бауыр баспауға және 7 күннен кейін балалар үйіне тапсырып тастауға уәделескен болатын. Алайда Гүлжан балаға барған сайын бауыр басып бара жатты. Ал Мейрамбек бүгін оңай жолмен $10,000 тапты. Тіпті Гүлжанның өзі де $5,000 тапты. Сол сәтте шатырдан шу естілді. Мейрамбек шатыр жабындысын көтеріп алтын білезік тауып алады. 3-ші күні Мейрамбек білезікті сатып жалдау ақысын төледі. Баланың арқасында Мейрамбектің жолы ашыла бастады. Сөйтіп отбасы элиталық мейрамханаға барып қымбат тағамнан дәм татты. Бірақ кенеттен бала қатты жөтеле бастады. Олар шұғыл түрде оны ауруханаға жеткізді. Дәрігер тексерістен кейін ешқандай ауыр жағдай жоқ екенін айтты. Тек баланың жаңғаққа аллергиясы бар болып шықты. Мейрамбек ем-дом ақысын төлеп, соңғы күндері тапқан ақшаның барлығының кетіп қалғанын байқады. Көп ұзамай сөйтіп 5-ші күн болды. Мейрамбек бұл күнінде бір тиын таба алмады. Тіпті олардың жинаған бар қорындағы ақша да жоқ болды. Мейрамбек сөйтіп қатты ашуланып, өзінің ашуын тоқтата алмады. Ал әрі